8-ші есеп. Сандар тізбегіндегі белгісіз санды табыңыз. 5, 16, 49, x 445. Жазып алайық. 5, 16, 49, x 445. Бұл сандардың арасында қандай да бір заңдылық бар, және сол заңдылықты тауып алғаннан кейін біз белгісіз санды таба аламыз. Қарап көрейік. 16 мен 5-тің арасында 11 бар. Яғни 16-дан 5-ті азайтсақ 11. Ал 49-дан 16-ны азайтсақ 33. Немесе бұлай қарайық. 5-ті 3 есе көбейтсек, және оған 1-ді қоссақ 16 шығады. Яғни 16 5-тің 3 есе көбейгенінен 1-ге көп. Келесін тексеріп көрейік. 49. 16-ны 3-ке көбейтсек, 3 есе көбейтсек, яғни 48 шығады. Оған 1-ді қоссақ 49. Яғни жазып көрейік. Көбейтіп 3-ке, оған 1-ді қоссақ 16 шығады. Келесін тексерейік. Көбейтіп 3-ке, оған 1-ді қоссақ, ол да 49 шығады. Яғни біздің осы заңдылығымыз 2 рет қайталанып тұр. Онда келесін тексеріп көрейік. X-ті табу үшін біз 49-ды 3-ке көбейтіп, оған 1-ді қосуымыз керек. 49-ды 3-ке көбейтсек 147 болады. Оған 1-ді қоссақ 148 шығады. Жауап нұсқаларының ішінде 148 деген нұсқа бар. Бірақ біз әрі қарай тексеріп көрейік. Егер мынау x-тің орнында 148 болатын болса, біз оны 3-ке көбейтіп, оған 1-ді қосуымыз керек. 148 көбейтілген 3 қосылған 1. 148-ді 3-ке көбейтсек, ол бізге 444-ті береді. 444 қосу 1 тең 445. Яғни біздің тауып алған заңдылығымыз дұрыс болып тұр. Себебі келесі сан дұрыс шығып тұр. Яғни 148 ол бізде белгісіз сан. Жауап нұсқаларының ішіндегі С нұсқасы дұрыс.